Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер мен тыңдармандар. Дәрісімізді ары қарата жалғастырамыз. Алдыңғы видео материалда біз сіздермен толық геодезияда дәрістің тақырыбымен, дәрістің жоспарымен және геодезияда қолданылатын заманауи аспаптарға шолу жасап, оның ішінде жаһандық навигациялық жүйелердің не екендігін және қазіргі таңда қанша жүйе бар екендігін, сондай-ақ оның құрылымына не кіретіндігі туралы толығымен айтып шықтық, иә. Ал енді сіздермен ары қарата біз спутник пен қабылдағыш арасындағы қашықтық өлшеудің негізгі принципіне тоқталатын боламыз. Иә, біз айтамыз, геодезияда бізде әдетте бұрыштар, арақашықтықтар және де биіктіктер өлшенеді дейміз. Ал бұл спутниктік өлшеулер бізде қашықтық өлшеуге негізделеді, иә. Бұны сіздерге қарапайым мысалмен түсіндіруге тырысайын. Жалпылама біз қандайда мысалы айталық, мынау А объектісіне қатысты өзіміздің орналасқан орнымыздың шамамен 4 километр шеңберінде екенін білсек, онда біз мына шеңбердің ішінде орналасқанымызды білеміз. Және екінші Б объектісіне қатысты біздің орналасқан жеріміз 3 километр жерде екендігін білетін болсақ, онда біз шамамен осы екі сфераның түйіліскен жері, яғни мына аумақта осы X пен Y2 аралығында орналасқан екендігімізді түсінеміз, иә. Ары қарата егерде біз үшінші объектіге қатысты өзіміздің орналасқан жерімізді, яғни 6 километр шеңберінде екендігін білетін болсақ, онда біз шамалап өзіміздің тұрған нүктемізді анықтай аламыз. Және де төртінші объектіге қатысты өзіміздің тұрған орнымызды анықтай алатын болсақ, онда біз нақтылы өзіміздің тұрған жерімізді білетін боламыз, иә. Яғни бұл деп тұрғанымыз, жаңа айтып жатқанымыздай, егер біз бір спутникке дейінгі арақашықтықты білетін болсақ, бір сферада екендігімізді, екінші спутникке қатысты өзіміздің орнымызды білетін болсақ, онда осы шағын аумақта орналасқандығымызды және үш спутниктен арақашықтық өлшейтін болсақ, онда біз мына жердегі жаңағы тұрған нүктемізді шамалап білеміз және төртінші спутник арқылы нақтылап өзіміздің орнымызды білетін боламыз. Енді осы тұста мен бір дүниеге тоқталғым келеді. Арақашықтық спутниктерден қалай өлшенеді? Арақашықтық, біз жаңа айтқандай, спутниктер бізге үнемі радио толқындар жіберіп тұрады, иә. Осы радио толқындардың және айттық, спутниктерде атомдық сағаттар бар дедік, иә. Осы спутниктерден сигналдың жаңағы радио толқынның шыққан уақытын мен жаңағы өзіміздің қабылдағышқа дейінгі уақытты білетін болсақ, жүріп өткен жаңағы радио сигналдың уақытын білетін болсақ, біз білеміз, радио толқындардың жылдамдығын білеміз. Осы арқылы біз арақашықтықты анықтаймыз, иә. Қарапайым уақыт, жылдамдық арқылы біз арақашықтықты анықтайтын боламыз. Бұны біз әдетте жаңағы 4 спутник арқылы орнымызды табуды әдетте біз позициялау деп айтамыз. Позициялау ол объектілердің кеңістіктік орнын анықтау болып табылады. Позициялаудың 3 түрі бар. Ол абсолюттік, салыстырмалы және дифференциалды. Егер кодтық өлшеулер бойынша жалпы геоцентрлік жүйеде қабылдағыштың антеннасының фазалық центрінің координаталарын анықтайтын болсақ, бұл бізде абсолюттік позициялау деп аталынады. Ал егер синхронды, яғни кодтық және фазалық өлшемдердің нәтижелері бойынша өңдеу алгоритмін қолдана отырып, нүктелердің арасындағы фазалық сызық векторын анықтайтын болсақ, бұлар бізде салыстырмалы позициялау деп аталынады. Ал тасымалданатын қабылдағыштарды орнатылған өлшеу нәтижелеріне базалық станция айқындайтын дифференциалдық түзетулерді енгізуге негізделген өлшемдер жүргізсек, бұлар бізде дифференциалды позициялау деп аталынатын болады.
Бұл суретте, яғни жаңағы біз салыстырмалы оның ішінде РТК Real Time Kinematic, яғни нақтылы уақытта қозғала отырып координаталарды қалай анықтаймын дегенге тоқталсақ, бұл жерде бізде екі объект болады, біреуі базалық станция және екіншісі қозғалмалы ровер. Қозғалмалы ровердің координатасын анықтау үшін біз базалық станциясы координатасы белгілі нүктеге орнатамыз. Ол өзінің тұрған орнын біле отырып, спутниктерден алған сигналдар арқылы өзінің координатасын үнемі анықтап тұрады. Және тұрған орны мен координата арқылы анықтаған екінші нүктенің арасындағы айырмашылық бұл түзету болып табылады. Осы түзетуді бізге жаңағы роверге беру арқылы ол жаңағы ровердің тұрған жаңағы координатасын өте дәл, қысқа уақыт аралығында өте дәл, жоғары дәлдікпен анықтап отырады. Бұл бізде Real Time Kinematic деп аталынады. Жалпылама позициялаудың мәні бізде осыда. Арғарата жаһандық навигациялық спутниктік жерсеріктік жүйелерде қандай қателіктер туындауы мүмкін? Олар бізде сигналдың таралу уақытындағы көп сәулелілік, сигналдардың, яғни ионосфералық кешігу және топосфералық кешігуі, сондай-ақ жерсеріктерінің геометриялық орналасуы, уақыттың дәл анықталмауы, орбиталарды есептеудегі қателік, қабылдағыштың аспаптық қателігі және антеннаның фазалық ортасының нақтылық сәйкес келмеуі сияқты қателіктер туындауы мүмкін. Әрине, бұлардың әрқайсысына жеке-жеке сіздер жоғарғы курстарда осы жаһандық навигациялық жүйелерді өткен кезде тоқталатын боласыздар. Әзірге сіздерге осылай тек қана сипат, толық атауларын ғана атап өтеміз. Ары қарата сіздермен біз өлшеу әдістеріне тоқталатын боламыз, ал әзірге осы видеоматериалымызды аяқтаймыз. Келесі видеоматериалда кездескенше.